Қайырлы күн қыздар, қазіргі таңда банка жабу сезоны болғандықтан мен бүгін сіздерге маринованный перецтің жасалу жолын көрсететін боламын. Жасап көріңіздер, өте тез дайындалатын рецепттердің бірі. Алдымен томатымызды өлшеп аламыз. Міндетті түрде таразы болғаны жақсы. Одан кейін үстіне суымызды құямыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алып, менің рецепттерімді қарап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Содан кейін үстіне сұйық майымызды құямыз. Одан соң үстіне аз ғана тұзымызды саламыз. Үстіне зекер саламыз. Одан кейін аршып дайындап алған перецтерді осы қоспаның үстіне салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Негізінде бұл рецепт 1 литрлік банкіге арналған. Егер банка жабатын болсаңыз, осыны 1 литрге жабасыз. Жақсылап асты үстіне араластырып алып, жай отта газге қоямыз. Астын кішкене шығарып, қайнатып алып, бір бұрқ еткізіп, сосын бетін жауып қоямыз. Асықпай 20 минут отта қайнатамыз. Тағы да асты үстіне араластырып алғанымыз жақсы. Міне, пісуге жақындады. Енді үстіне бір помидорды суда блендермен езіп, осының үстіне құямыз. Тағы да 5 минут қайнатып аламыз да, астын сөндіреміз. Өте тез дайындалатын оңай рецепттердің бірі. Мен банкіге жапқан жоқпын, үйге балаларға жеуге ғана жасадым. Егер банкаға жабатын болсаңыздар, банканы міндетті түрде 7 минутта қақпағымен бірге булап алыңыздар. Міне біздің перецтеріміз дайын болды. Енді суытып ыдысқа саламын. Тура дүкендегі перецтерден еш айырмашылығы жоқ. Дәмі өте тәтті. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Назарларыңызға